Анна ханым қиын жағдайға тап болды. Ішкі тыныштықты қалай сақтауға болады? Танымал тележүргізуші және продюсер Анна Данченконың өмірінде қиындықтар көп. Аннаның әкесі қайтыс болғаннан кейін оның анасы да ауыр науқасқа шалдыққанын білетін шығарсыз. Анна ханым әлеуметтік желі арқылы өміріндегі қиындықтарды жазды. Ол келесідей: ішімде алай-дүлей боран болып жатыр. Теңіз сияқты тулап жатқан сол баяғы жүрегім болар. Себебі соққы алған көңіл күйім жоқ. Ой, уайым. Анам 1,5 айда 3-ші рет ауруханаға түскені жаныма батады. Қиналғанын көргенде өзіңді қоярға жер таппайсың. Алғашқысында инфаркт алып ота жасалған еді. Екінші мәрте өкпесіне су жиналды деп ауруханаға қайта түсті. Ендігі сынақ инсульт. Мен күнделікті жұмыста, түсірілімде жүрсем де, анамның жайсыз сезініп, жедел жәрдемнің көмегіне мұқтаж болғанда жанынан мен табылдым. Алланың қалауымен сол сәттерде жұмыстан үйге келіп анама қолдан келгенше көмектесе алғаныма қуанамын. Қазір анам ем қабылдап жатыр. Оған да, маған да оңай емес. Бала күннен мінезім сондай-ау, бәрін жүрегіме жақын қабылдаймын. Әсіресе ата-анамның денсаулығы мен үшін қашанда бірінші орында. Осы жазбаны жазып отырып та, жүрегімнің тым қатты соғып жатқанын сезініп отырғандаймын. Уайым тамағыма тығылып, кермек жас жүзімді тілгілеп жатыр. Мен емес, жүрегім жылап жатқан сияқты. Шыдамдылықты, сабырлы болуды жаныма серік етуге тырысып-ақ жүрмін. Алайда тынымсыз, шыдамсыз көз жасыма әлсіз жүрегім ерік береді. Не істерімді білмеймін, Алладан анамның амандығын тілеуден басқа амалым жоқ. Ішкі тыныштықты сақтау үшін не істеуге болады? Әлсіз болуға менің құқығым жоқ. Анамды емдеп, аяққа тұрғызуым керек.